Қазақ Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев біздің Қырғызстанға Бішкекке келіп, біздің Қырғыз Республикасының президенті менен жолығып, көріп жатабыз бір топ документтерге, сауда сатып, мамилелери боюнча бір топ документтерге қол қойды деп оқып жатабыз. Бұл жақсы көрініш. Құдай бұйырса, Қазақстан, Қырғызстан ортасында бір топ сауда экономикалық, социалдық бір топ мәселелер бойынша жақсы жылыштар, көптеген игіліктер болады деп ойлаймыз. Біз Қазақстан менен экономикалық жақтан тығыз байланыштабыз, бажы биримдигиндебиз. Карым-катнашта болсок, бирге иш алып барсак жакшы болот эле. Казакстандай болуп өнүгүп кетсек дагы экономикалык жактан, билим сапат жагынан дагы өнүксөк жакшы болот эле негизи. Анан достук жагын алып көрсөк, казак менен кыргыздар эзелтеден эле, мында тарыхта дагы айтылып жүргөн дайыма дос катары, биринде куда сөөк болгондору дагы бар. Ошол себептен мен колдойт элем, казак менен кыргыздын алакасы мындан нары дагы ынтымакта, биргеликте болсо жакшы болот эле.